Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Дама тіл үйретін сочный, өте дәмді болып шығатын кабачкадан пасталар дайындаймыз. Алдымен барлығын қалауыңызша турап аласыз. Каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Тамағымызды жасауға кірсек, алдын ала қыздырылған табағыма алдымен майды құйдым. Майым қызған соң тауық еттерін салып, шамамен 3 минуттай бұқтырып алдым. Сонан соң чесноктарды салдым. 1 минуттай ұстадым отта. Ұзыншалап туралған кабачкаларымды салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң помидорларымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық қаймақ саламыз. Дәміне қарай қалауыңызша дәмдеуіштер қосасыз, тоз бұрыш қосасыз. Жақсылап араластырамын. Және де бұқтырамын 15 минуттай. Өзінің соусына бұғып жақсы болып піседі. Біздің тамағымыз дайын болуға жақындады. Енді бетіне ірімшіктерімізді осылай үкіштен өткізіп, ерігенше ұстаймыз. Тағамыз дайын болды. Осындай керемет дәмі тіл үйретін паста болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.